сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендерім. Болашақ мамандығын таңда телеарнасына қош келдіңіздер. Мен Бектенова Жансая, бүгін 11-ші А сынып оқушысы емеспін, мен бүгін журналистпін. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды заттардың бірі. Мамандық бір қарағанда жай нәрсе болып көрінуі мүмкін, алайда ол бүкіл саналы ғұмырымыздың айнасы. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Президент осыған дейін біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз деді. Ал еңбек адамы деген кім? Кеттік, бірге көрейік. Және жұмысыңыз туралы мәлімет берсеңіз? Иә, жарайды. Мен Сайранбаева Гүлжан Қуатбекқызы, Шымкент Трансұлттық филиалында инженер болып жұмыс жасаймын есеп бөлімінде. Мақсатымыз халықты интернет жүйесімен қамту. Мен 20 жыл болып жұмыс жасап жатқаныма. Мен өте дән ризамын жұмысыма. Есімім Бекмембетов Ақжігіт Серікұлы. Мен Шымкент Транстелеком филиалының Түлкібас станциясы бойынша интернет желісінің маманмын. 2014 жылдан бері қарай жұмыс атқарамын. 10 жылдан аса жұмыс жасап жатырмын. Мақсатым осы жергілікті құрылғылардың, интернет құрылғыларының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етемін. Жұмысым жақсы, толық қанағаттанамын. Мен Жауғашева Тұрсынкүл Шевцов атындағы білім беру мектебінде аспазшы болып жұмыс жасаймын. Жұмыс өтілім 4 жыл. Менің мақсатым негізгі оқушылар мен мектеп қызметкерлерін қауіпсіз, сапалы және пайдалы тамағымен қамтамасыз ету. Адайым машинасы Мәжиет Нұрғали Мырзакерімұлы. Осы мұнай 24-ті 1996 жылдан бері еңбек етемін. Осы машинасы адайым болып. Біздің жұмысымыз Түлкібас пен ынтымақ арасындағы 40 километрді обслуживать контрактный сетті. Жұмыс жақсы. Еңбек адамы дегеніміз ең алдымен таза жұмыс атқаратын адам. Өз табысын маңдай терімен табатын, жанын салып жұмыс істейтін адам еңбек адамы. Ол малшы болама, диқан болама, жазушы болама, бәрібір. Маңдай терін салып жұмыс істеген адам қадірлі.